Жұмаш Кенебай Айтжұманұлын арнайы шақырып отырмыз. Аға, сізге үлкен рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге. Қасіреттің көтере алмай қанатын, күндізде де басып тұрған қара түн. Бүгінгідей көз алдымда, есімде желтоқсанның 18-і болатын. Қазағымның шайқалғандай тірегі расында қарғыс атқан күн еді. Оны ойласам, бір өксік жас кептеліп, өзегімді бір өкініш тіледі. Тағдырымыз түскен сынның тезіне, мөлт-мөлт жас келеді көзіме. Оны ойласам, үрей билеп денені әлі күнге келе алмаймын өзіме. Әзер шыдап тұрмын қайрат төзіммен, мұншақ жас тамады көзімнен. Салысуға кеткен жұртты көремін, зор қайғыдан еңселері езілген. Жаңалаңда әскерлер тұртас дейін, жауар бұлттай көңілімді басты мұң. Өздеріңіз осы аудио хабардан түсінгендеріңіздей, Жұмаш ағамыз 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін арасы сумай-ақ Зобалаң деген дастан жаздыңыз. Сол daстанның төңірегінде жалпы бұл дастан өмірге қалай келді? Осы 30 жылдың ішінде қандай бағасын алды? Сол төңірегінде сұрақ қойсаңыздар болады. Енді аға, жастарға толығырақ түсінікті болсын, өзіңіз жайында қысқаша айтып берсеңіз. Ағамыз журналист, теле арналарда, Қазақстан ұлттық арнасында, Алатау телеарнасында жұмыс жасаған. Көптеген басылым беттерінде редакторлық қызметтен, бас редакторлық қызметке қызмет жасаған кісі. Ал енді рахмет шақырғандарыңыз. Кеше мына қатынас жолдары деген университетте бір кітапханаларда 1986 жылы мен ол кезде республикалық жалын баспасында істеймін. Жаңағы 16-сы күні естідік, осылай қонайыпты орнынан алып тастап, орнына орза кеп қойыпты деп. Содан не болды екен деп, ертеңінде барып көрейік деп бәріміз бардық қой. Барғаннан кейін 17-сі күні. Түстен кейін алаңға жастар деген сыймай кетті. Сол жерде енді барлығы қалды. Кешке жақын араққа солдаттар жіберіп, қыздар шашынан сүйреп сабаған бәрін көзімізбен көрдік. Әйтеуір мен Құдай сақтап аман есен құтылып кеттім. Бірақ әсіресе 18 келесі күнгі 18 күні, жаңағы 12 сағат 12-де тағы да бардық қана жерде. Бір рет 17 күні болды, ертеңде тағы бардық. Сонда жаңағы Байсейіт пен Сәтбаев көшелерінің қиылысында бір 15 пен 16 жастағы бір қазақтың қызы ана қаптаған солдаттардың алдында тұрып әлгерді боқтап тұр. Орысша өскен екен. Сендер кеше менің подругама не істедіңдер? Қайтарыңдар қазір. Ол қайда? Дейді, аналардың бәрі орыстар тұрғаналарға. Содан қойма, мен айттым, қарындасым, енді сен кетме жерден, қазыналар аямайды сен деді. Сен немене? Сен де сатқынсың ба дейді маған. Өйткені біз ана қолымызға повязка тағып барғанымызға дейін. Жоқ, айналайын сатқын емес. Енді неменеге мыналар нетпесін деп. Енді біздің қолымыздан келе, мына қаптаған солдаттар қазір жейді екеміз бәрімізді. Жоқ, мен қайтарсын деп. Сөйтіп тұрғанда бір 10 шақты солдат жүгіріп шығып, ана қыз қашты, жер тайғақ. Анандай жер Байсейітова көшесіне жақында жете берген аяғы тайып құлады. Құлағанда ана жеткен солдаттар қызы шашынан сүйреп апарып, мынандай гранит бар, граниттің қырына ұрды. Қыз мама деді, өлді ме, тірі ме білмеймін. Өйткені ар жағынан ереуілші жастарға басып кетті. Қала ереуілшілер солдаттар қайтадан қуып тастағанда қыз жоқ, қан жатыр. Енді оны анықтайтын заман емес. Өлі ме, тірі ме, әлі күнге дейін білмеймін. Бірақ бұл поэма жазылды. Мен сол жерде айттым, мен Зобалаң деген поэма жазамын, мына деген сұмдық қазақ халқының басына түскен. Мынандай қасірет. Ал енді оны шығаруда қиын болды. Жеткізіп шетелге. Содан кейін Ригаға бардым. Екі қыздан сұрадым мен. Осында тілші бар ма Азаттар радиосында? Бар деді. Мен ана Алматыдағы жағдайды айтып едім, екі қыз айтты, бізде де болған. Бізде де осылай танкімен таптаған орыстың әскерлері. Сендерді естідік.
деп сол Азаттық радиосының тілшісімен кездестірді мен жазыр. Сол арқылы Германияға Хасен Оралтайға шығып, Хасен Оралтай мен телефонмен сөйлесіп, ең бірінші қабаты балам Түркия түркше аударып басты. Америкада басылды. Қазақстанда жоқ әлі. Баспаймыз демейді. Жігіттеріміз ғой. Біз солдаттардан қашсақ, қыздар, жігіт емессіңдер ме? Неге қашасыңдар дейді. Соны намыстанып біз алдыға жылжимыз. Сонда қазақ қыздарының батырлығы деген айтамын, керемет таңғалған. Қыздар жігіттерді қайрап салып, жаңағы алаңнан қайда еткізген қыздар. Мен сондықтан жаңа Зобалаң деген дастанда да қызғарынау алаңға шыққандағына жастардың сөйлеген сөздерін көрсең, оны ешкім күткен жоқ. Дәл сонда бізде күткен жоқ. Мен барып алаңға барғанда менен жалын баспасында менен қызық көргендей барған, мен әлгі жерге барып күресейін, соғысайын, орыстарға қарсы шығайын деген менде бір титтейді ой болған жоқ. Сондағы жастардың талабы не болды аға? Сол кездегі жастардың талабы не болды алаңға шығып? Талабы қазақ келсін деді. Басқа үлкен саяси неге жеткен жоқ, тәуелсіздік керек деген сөз болған жоқ. Ана орыстың орнына қазақ келсін. Қазақты әкеліңдер дейді. Қайтесің? Аға, жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып отырсыз, бір жыл өткеннен кейін ғана радио хабар таратуға мүмкіндік болды. Зобалаң дастаны. Зобалаң дастаны. Халық қалай қабылдады сол кезде? Халық қалай қабылдады осы дастаны? Ойбай, керемет қабылдады. Зобалаң дастаны мен енді сол жерде бастадым, ертеңінде үйде отырып жазып. Содан кейін соны бір айдың ішінде аяқтадым. Ешбір жер алмайды ғой енді. Содан кейін сол кезде Азат деген газет шығара бастадық. Азат газетінде 90 жыл Азат газетінің нөміріне шықты. Азат газетін ел деген таратып алып кетті. Ол поэманы бәрі жатқа білетін болады. Барлық облыс жаңағы түрік даналарын жасадық. 40 серия жасадық. Атилла, Тамирис, Зарина түгеліне бастап. Өз немерелерім атымыздан ана хабарлар жасап, ол кез 92 жыл болды, ешкім нені білмейді. Атилланың кім екенін, Тамирисінің кім екенін білмейді. Мен сол кезде солар туралы фильм жасаймын. Сол бір немеренің аты Тамирис болды. Бір немеренің аты Атилла қазір. Атилла қазір 11 класс бітіріп жатыр. Сөйтіп түрікшіл болып жаңағында. Әмір ағаң екеумізді жаңағы түрік даналары арқылы біз қазақ елі тәуелсіз болса, нағыз тәуелсіз болды, қазақтың өз қолы өз аузына жетсе, бүкіл байлық қазаққа берсе, біз одан артық ештеңе керек жоқ. Менің өмірімнің қаншама жылы осы қазақ елі тәуелсіздік үшін жаңағы Зобалаңда жаңағы түрік даналар деген фильмдер жасауымызда әмір бәріміз әлемді аралауда. Бәрі қазақтың ұлтымызды айтып өтегі болса деп ойлаймын. Ал сұрақтарым бар ма? Студенттерден сұрақ қойыңдар. Сонда сіз қазақ өркениеті журналын бізде енді Қайнарда қазақ өркениеті журналы бар ғой. Омаров Еренғайып Сальповын танитын шығарсыз, Кім дейсің? Омаров. Омаров Еренғайып бары. Сол кісі де Атиламен көп не істеген ғой, статьялары, нелер көп қой зерттеген. Францияға барып несін ашып келді ғой, ескерткішін. Ана үйеді Атиланы бірінші жасап сөйледік. Атилла енді негізі олар қазақшында. Себебі Алтайдан шыққан Атилланың. Батыс империясының ғой ғұндар. Осыдан барып ақырын барып. Екеміз алып түсірген 3 сериалы Атилла аты жеткен жерде жаңа Рейн өзенінің бойымен жүріп фильм түсірдік. Атилла өлгенде бүкіл байлығын өзімен бірге көміпті деген аңызы бар. Соны әлгі көмген, содан кейін ана Рейн өзен бір пәленбай километр бұрырып әкеліп жаңағы ненің үстінен ағызған, сүйектің үстінен. Әлі күнге дейін дүние жүзі таба алмай жүр Атилланың. Түркияның тұңғыш реформатор президенті Мұстафа Кемал Ататүрік 28 жылғы деймін. Түрік жастардың алдында сөз сөйлегенде мынандай сөз айтқан. Ей, түрік жасы, сен түрік болып туғаныңды өзіңе мақтаныш тұт. Сен сол өз туған халқыңа қалтқысыз еңбек етуге міндеттісің. Бірақ сол еткен еңбегің үшін халықтан бірдеңе дәм етуің ұят деген. Қандай керемет екен.
Сен сөйткен сен өзіңдің еңбек етіп сол іштен солықтан бірдеңе дәметуің керек пе деп Мұстафа Кемал Ататүрік керек. Қаттырақ оқы. Өз жерінде өгей бала тер қазақ, бұл қорлықтан қайтсем қалай арылам деген өлеңіңіз бар. Бұл бүгінгі заманның сипаты. Жастарымыздың да үлкендердің де тілге деген құрметі төмен. Біз қай жерден қате жібердік? Кімге? Тілге. Жалпы бар ғой, дұрыс айтып отырасыз. Бұл енді Тілді құрметтемегенімізге байланысты, қай жерден қате жібердік. Ең басында не істеу керек еді? Енді қандай жұмыстар сендер жасау керек? енді болашақ журналистсіңдер, қазірден бастап анау жаңағы сөйлем жазуды, сөзді нетудің бәрін үйреніп нетіңдер. Сонда ана тележурналистиканың өзі табиғаты бөлек. Не дегенді жаңа айтып отыр. 40 сериялық тұржаналарыңды татып хабарласады. Сценарийін өзім жазам, өзім сөздім, өзім жүргізем, өзім нетем. Әмір бүкіл техникалық режиссура соның қолында болды. Сөйлей білудің өзі өнер. Анау, мен оны мына телевизордан өзім сөйлеймін. Мен диксиям жақсы болатын себебі. Мен ең алдымен журналистік жұмысты Қазақ радиосында тілші болып жасап, сонда Әнуар Әлімжанов деген тағы кім Байжан Баев осылардың қалай оқитындан үйреніп өстім ғой. Содан ана микрофонда қалай оқу керек, қалай сөйлеу керек, соның бәрін меңгеріп алды. Қаттырақ қой, құлақ естімей байқамай. Қош келдіңіз Қайнар академиясына. Мен сұрағым осы журналистика мамандығы жайында. Болашақ журналист болам деушілерге ең мықты 3 қасиеті, қандай мықты қасиет болу керек? Это журналист болу үшін Әмір ағамда қазір етіп отыр ғой. Олардан етіп керек. Журналист болу деген ең алдымен қазақтың тілін жақсы білу керек. Өз туған тілінде. Соны қалай сөйлем құрай болуды үйрену керек. Ана сөзді жазғанда сөйлемді қандай болатын. Содан кейін жаңағы нені жазу керек, қалай жазу керек. Бос ашайын көпіртіп өрудің керегі жоқ. Мысалы белгілі бір оқиға, бүгін осы кездесу өтіп отыр ғой. Осы туралы бір ақпарат жазсаң, соны көп сөздің кіржімді. Осындай болды. Оған мына адамдар қатысты. Анау бұлай дейді, мынау бұлай дейді деп қысқаша дейді болсаңдар, сөйтіп үйреніп жақсы көреді. Әмір ағай, кішкене бір-екі ауыз ой қосасыз ба? Жоқ, бәрін айтты ғой. Желтоқсанда сіз де көзіңізбен көрдіңіз. Біз жақсы әңгіме айттық, айта береміз. Пәленбай сағат сөйлеуге дайынбыз. Да. Отырып есіңді сөйлеу. Камераға түсіп, қазір монтажда керек боласың ғой. Одан кейін мына студенттер айтады ғой, апайымыз қайда кеткен монтажда тысасыз деп. Мына енді жаңа ағаларың айтып отыр, абай тойында қазақ телевидениесі бір смена, 2 смена болып 70 адам барды съемкаға. Абайдың 150 жылдығына. Мынау Аягөз есінде сол жерде болды. Абай ауданында. Абай аудан. Сонда айтайын дегеніміз, біз 3 адам 4 фильм жасадық. Сонда жүріп. Соның үлкен Аягөздің ауданының әкімі бір киіз үйді берді үлкен. Мәшіне кіріп шығатындай үлкен екен. Соның алдын алып келеміз де съемка жасаймыз, шақырып өлеңдерді оқытамыз. Міне, сонда ағаларымыз мына киіз үйлерді аралап жүріп, көше-көше бір ауыл. Сонда содан ана фильм шықты да, фильм ЮНЕСКО-ға өтіп кетті. Содан ЮНЕСКО сыйлығына екеумізге марапаттады. Содан түркітаныларды түсіріп жүрген кезіміз Өтебайдақ. Өтебайдақ. Ол кісі орта ғасырдағы адамды. Біз Жирен шешенді қазақ ертегілерінде оқимыз. Ана кісі Өтебайдақ болған адам. Сонда Жирен шешен құрдасы. Ол қалай ананың ертегілерін оқимыз да, мынаны тарихи адам деп оқимыз. Көрдіңіз бе? Сонда біз ертегілеріміздің қайдан шыққанын көріп осыздар. Ана Аяз би, барлығы болған адамдар кезінде. Осыны ағаларын зерттеп, нетіп, жазып жүрген өзінде сол хабарға да тиісті ғой. Сендер ұлт араздығын тудырып осындар, қазақтарын мақтайсыңдар, ананы жамандайсыңдар, Қытайды жамандайсыңдар. Қытайды жамандаттырмайтындар.
хабар жасаған өзінде. Көрдің бе? Цензура қайда жатыр? Ішімізде. Оның ішінде Қытайдың туысы отыр ма, біздің телевидение ішінде, телевидениедан анау жоғары жақта түсініксіз. Көрдіңіз? Түсініксіз емес. Батып тұрған сіңген, қанға сіңген қорқу. Ананы айтпа, ойбай, ананы айтпа. Анау баяда кішкентай баланы қорқытады ғой. Бәйге нешево десең, қойды қасқыр жемейді дейді. Нешево деген орыс сөз ғой. Сонда орыспен қорқытып отыр ғой, қасқырды. Сонда сен қойыңа қасқыр түспейтін көреді орыс сөзін айтсаң. Көрдің? Психолог пайда болған. Міне, осыдай келеді, қанымызға сіңе берген, сіңіре берген, тарихымызды өшіре берген. Біз жетекшіміз, міне Марат Кәрібер Барманқұл, Мұрат Ақжиев деген жазушы, легенд, тарихшы, Петербургта тұратын, өзім Қыпшақпын дейді, бірақ құмық, Кавказда. Сол кісіге кітабын естірейді, кеберді. Сонда мына кісі айтады, бізді революциядан кейін ғана біліміміз көтердік дейді. Жазу сызуды. Сонда Марат Кәрібер оған дейінгі бітік тасымыз қайда қалды, бітік жазуымыз қайда қалды, бітік деген кітап деген сөз. Ана бітік тас ана жерде, тас кітап деген сөз. Көрдіңіз бе? Сонда біздің алфавитімізді Англиядан тауып алып отыр. Англия қалай бардаса, Ташкенттен барды кітап тауылған. Соны біздің алғаш кітабымыз. Ана Кодекс Куманикс деген кітап бар. Рим папасының кітапханасынан табылған. Біздің қазақтардың тарихы. Кодекс деген, Куманикс деген, құмандар деген сөз. Қыпшақтар, қазақтар деген сөз ғой. Кодекс енді жаңа ұстап сияқты. Жұмекеңнің арт-жағында қасқыр тұратындар. Көкбөріде жүрген сол ғой. Содан басталады. Қасқырды алып тастады бәле қылып. Көрсетпендер өзің шыға бер, бірақ анан көрсетпеді. Сондай да болған. Міне цензура деген осы. Қазір цензурасыз ештеме жоқ. Баян Наполеон айтқан екен. 1000 штиктен қорықпа деген. 1000 штик деген, 1000 солдат, мынанда қару бар, қаруланған. 2-3 газеттен қорық деген. Аны 2-3 газет жазып нетсе, мына мемлекеттің құртады деген сөз. Идеологияның ортасы ғой. Жазу журналист. Міне сол журналист сендерсіңдер. Сендер бірге бір нәрсе жазақ болсаңыздар, түртпектеп. Кезген адамға отырғызасыңдар, кезген шығарасыңдар, шығара аласыңдар, соттатқыза да аласыңдар, зерттеткізе аласыңдар, депутатыңнан алып тастай аласыңдар. Ол журналистің қасиеті. Журналистің журналистік зерттеу деген осы. Сендердің қаламдарын қалай ұштап, қалай жазсаңдар, солай болады. Міне, ағаларыңыздың шығармаларды оқыңдар, үйреніңдер. Аға, енді сізге үлкен рахмет. Бүгін келіп жастармен кездесіп, жақсы естеліктер айтып отырғаныңызға. Кафедрамыздың меңгерушісі Мейірім Анарбекова кішкене түйіндеп жіберсе, Ой, рахмет. Рахмет аға, тәуелсіздік күні қарсаңында біздің журналистика мамандығының студенттеріне өзіңіздің көргеніңізді, білгеніңізді айтып, қанша дегенмен де біз айтқаннан гөрі өз көздерімен көрген әлдеқайда ерекше болады, әсері де басқаша болады. Сондықтан да сізге ұзақ өмір тілейміз. Жаңа болды ғой, асарымды асап қойдың демеңіз, әлі де қазаққа береріңіз көп болсын. Біздің балалардың бәрі сіздің жолыңызды қуалап, қазаққа жаны жейтін журналист болсын. Қаламдары жақсы нәрсені жазып, қазақтың әлемді мойындататын қаламдарынан болсын, жолдарыңызды берсін. Амыр ағайымызға рахмет, сізді шақырып, бүгінгі кешті ұйымдастырып, балаларымыз енді журналистика мамандығы оқып жатқаннан кейін бұл кісілерде бір нәрсені үйренсін, көрсін деп. Сондықтан да денсаулық тілейміз сізге. Жасыңыз ұзақ болсын, әлі де талай сізден шығармалар күтеміз. Иә, балалар? Махаббат ханым, сізге де рахмет. Сізді ағамен тілдестіргеніңіз үшін. Иә, рахмет сізге.
Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың. Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның. Айналайын жас қайратым, жас өркені халқымның. Өсер елдің қай сәтіде бірлік болмақ қалауы. Лаула, лаула желтоқсанның мұзға жаққан алауы. Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің. Еш қашанда еңкеюге тиісті емес жалауы. Өшіріп үнін бабадан жеткен бағзәннің төріме шығып көрмедейін қазған кім? Ұғынсаң ұлым, мен де алғаш өмір баянда желтоқсандағы көк мұзға қанмен жазғанмын. Болмаса егер бұрқанып аққан бойдаған, қалушы мед қызықта мазмұн тойда мән. Өрімдей аға апалар еді сол күнде, алаштың арын, қазақтың қамын ойлаған. Қара бұлттар шып түнекте қалған нұрдан сап, азаттық жайлы аспаннан алғаш үн жарсап. Алтарыс елің алты ғасырда бас құрап, есіңде қалсын назарын хаққа бұрған шақ. Атаның жолын халладан болған қалай дұл. Перзентім, саған үйретем әлі талай жыр. Хан қызыл гүлін тергенде ұлым далаңның, желтоқсандағы ізіме менің қарай жүр. Светқали